Қайырлы кеш, құрметті қазақ елі. Енді тіл мәселесін деп қозғап жатырмыз. Бірақ та енді соның арасында біздің де Құдайға шүкір Қазақстанымызда азаматтық белсенділеріміз де шығып жатыр ғой, әрине. Ол енді Қазақстанымызда болып жатқан бір мәселенің тек ұшы ғана, бір шеті ғана ғой. Одан бөлек те мысалға мәселелер толып жатыр ғой. Оның үстіне ол ұсақ түйек мәселелер болса бір жөн. Жер туралы, әлеуметтік мәселелер туралы мәселелер толып жатыр. Сондықтан құрметті қазақ елі, біз осыдан бір жыл бұрын емес, бір-екі жыл бұрын жаңағындай жер туралы мәселе дау-дамай шыққан кезде, сол кезде жаңағындай ойластырған бір өзіміздің мақсат-мұраттарымыз бар болатын, соларды ашуға ниет қылғанбыз, жасауға. Сол жаңағы жұмыстарымызды қазір жандандырып, соны іске қосу керек болып жатыр, Құдай бұйырса. Өзіміздің партиямызды ашқанбыз негізінде. Сондықтан ол партиямызды жаңағындай өзіміздің еліміз үшін, жеріміз үшін қызмет қылатын партия ретінде, және де ол партия жай үшін еріккен ермек емес, ойына келген нәрсе, ойына келген істеген нәрсе емес, еліміз үшін, елімізді жақсы жаққа өзгерту үшін арналған партия деп ашқанбыз, Құдай бұйырса. Енді сондықтан әрбір демократиялық мемлекетте мысалға өзінің жаңағындай партиялар болады, өзінің жаңағы нелері болады. Сол айтпақшы, жаңағындай өзіміз партиямызды ашуға бел будық. Өздеріңіз білетіндей, мысалға қазір Қазақстанда жер мәселесі бар. Содан кейін тағы да мысалға айта кететін нәрсе, біз деген қазір тіл мәселесі. Біз айтайын дегенім, ұлттық құндылықтарымызды сыйлап, құрметтеп, қадірлей отырып, өзіміздің жаңағындай басқа да мәселелерімізді істемесек, қазір біз жартылай әлі отарда жүрген сияқты болып тұрмыз, ағайын. Қандай мәселе, қандай жұмыс, қандай саланы, жұмыстың қай саласын алмасақ та, Қазақстанда барлық салаларымыз, көп салаларында жаңағындай орыс тілді жұмыстар, орыс тілді бизнестер, орыс тілді жаңағындай нелер. Қарап отырсаңыз, енді қолымыз, былайша айтқанда, қолымыз болмаса да аяғымыз кісендеулі тұрған сияқты болып тұр. Бірінші мезетте сол орыс тілден қазақ тілден толығымен көшуге ниет қылып, амал қылу керек. Мысалға, біз мына жақта әлі күнге дейін тіл туралы әңгімені қозғап жатқан кезде, ана жақта мысалға елдер мысалға Америкаға зымырандарын ұшырып, сол жақтарда 5G несін, техникаларын өте мықты дамытып жатыр. Өздеріңіз қарап та, біліп те, көріп те жүрген шығарсыздар. Сондықтан ағайын, бізге тілді дамыта отырып, өзімізді мемлекеттік ішіміздегі маңызды мәселелерді шеше білу керек. Соның бір жолы мен өзім айтқандай партия ашқанбыз, сол партияны ашып, сол жаққа өзіміздің азаматтық белсенділердің санын көбейту. Ол енді мен тағы да айтамын, ешқандай жаңағындай көтеріліске шақырып керек емес, ешқандай ұрыс жанжал шығарып керек емес. Мемлекетте әрбірден кейін ақымақ емес, мемлекетте бақылап басқарып отырады. Мысалы, бекерден бекер ел басқарып, билік жүргізіп отқан жоқ қой, бекерден бекер. Сондықтан енді қазір жұмыста жүргеннен кейін қысқаша ойымды айтқаным осы, бірақ та айтмағым зат өте көп. Құдай бұйырса, оның бәрін айта жатамыз. Соны енді осы
мынау енді тіл мәселесі тек қана сол біздің қаншама мәселелеріміздің ұшы ғана. Сондықтан біреуін ақырындап түзете бастасақ, Құдай бұйырса екіншісін түзетіп сөйтіп біз өзімізді дамыту. Ол үшін біз өзімізге мықты мемлекет құруымыз керекпіз. Құрғанда да біз мемлекеттің үй ішінен үй тігейін деп тұрған ешкім жоқ біз деген. Осы еліміз үшін, жеріміз үшін амал қылып өзіміз қызмет қылуды қолға алуымыз керекпіз. Демократиялық түрмен заңды түрде, Құдайға шүкір, біз мұсылман мемлекет болғандықтан енді официалды түрде енді жарияланбаса да 70%, 70-80% біз мұсылман мемлекет деп саналамыз ғой, Құдайға шүкір. Сондықтан өзіміздің шариғатымызды ұстана отырып, өзіміздің ислам дінімізге сүйене отырып, еліміз үшін еңбек етіп, қызмет қылудан шаршамауымыз керекпіз деп ойлаймын. Мысалға айтатын болсақ, ол жұмыс жасайтын адамдар, жұмыс жасап жатқан адамдар, ол ешкімге жарияға жар салып өзін мақтамайды ешқашан. Мен мысалға осы билікте, өзіміздің мемлекеттегі жұмыс жасап жатқан адамдардың біразын білем. Ол кісілер маған өте сыйлы адамдар десем болады. Оларды өте қатты сыйлаймын. Мысалға Алихан Баймеровті сыйлаймын. Сол сияқты жаңағы Қанат Бозымбаев деген ағаларымызды сыйлаймын. Ол кісілер көп көрінбейді, ешкімге ешқандай мақтанбайды, жарияға жар салмайды, өзінің істерін атқарып, жұмыстарын жасап жатыр. Айтады ғой, кімді кім кішіпейілділік танытса, Аллах Тағала дәрежесін көтеріп қояды деген ғой, сол айтпақшы. Сондықтан осы еліміз үшін, жеріміз үшін еңбек етейік, жұмыс жасауға тырысайық, бір-бірімізді қолдайық, ешкіммен жанжалдаспай, ұрыспай, таласпай, осы елімізге ақырындап болса да жұмысымызды жасауға тырысайық. Айтпақшы, мен айтайын деген, мен біздің партиямыздың атын Алтауекел деп қойғанбыз. Құдай бұйырса, сол Алтауекел партиямызға, санымызға қосылыңыздар ағайын. Сілтемесі телеграм арнамызда. Сөйтіп Қазақстанымызды жақсы жаққа көтерейік, жақсы жаққа дамытайық. Жасасын Қазақстан, жасасын қазақ елі. Жақсы жігіттер. Аман болайық.